Ауаның газдар қоспасы немесе бір компонентті зат екенін анықтайық. Бұл тәжірибені жүргізу үшін майшам, бояғыш қосылған су, кристаллизатор, тығыны бар цилиндр, кішкентай қысқыш пен оттық қажет. Майшамды кристаллизатордың ішіне орнатамыз. Білтесін тұтатып, жанып тұрған шамды цилиндрмен жабамыз. Кристаллизаторға боялған суды құямыз да, цилиндрді тығынмен жабамыз. Цилиндрдің ішінде не болып жатқанын бақылаймыз. Майшам жоғары көтеріліп, цилиндрдің іші суға тола бастайды. Неліктен бұлай болып жатыр? Ауаның бір компоненті болып саналатын оттек жану процесі барысында толық жұмсалады. Оттек толық жанып болғаннан кейін майшам төмен қарай түседі. Жану процесі кезінде басқа жану өнімдері түзеледі де, газдардың жалпы көлемі кемейді. Қысымның азаюына байланысты су цилиндр ішінде жиналады. Тәжірибені қайталау барысында дәл осы нәтижені қайта алдық. Бұл ауа құрамындағы оттектің мөлшері тұрақты және одан басқа да газдар бар екенін түсіндіреді. Қорытынды. Ауа әртүрлі газдардың гомогенді қоспасы. Оның бір компоненті жануды қолдайтын оттек газы. Әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерге сүйенетін болсақ, азот ауаның жалпы көлемінің 5-тен 4 бөлігін, ал оттек шамамен 5-тен 1 бөлігін құрайды.